Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Біздер Қарақұдық мұнай жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшылары Қазақстан Республика Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға, Маңғыстау облысы бас прокуроры Асылов Берік Ноғайұлына, Маңғыстау облысы әкімі Ноғаев Нұрлан Асқарұлына үндеу жолдаймыз. Бүгін, яғни 17 тамыз 2022 жылы Қарақұдық мұнай жұмысшылары 2022 жылдың 8 тамызында жариялағандай ереуілге тұрамыз. Себебі қазіргі таңда қымбатшылықтың салдарынан өмір сүру жағдайымыздың күрт төмендеп кетуінен, ағымдағы жылдың наурыз айында ереуілге тұрып, татуластыру комиссиясынан өтіп, еңбек төрелігінде шешімін таба алмаған, талабымыз орындалмағасын, еңбек кодексінің 171 бабына сәйкес ереуілге қайта тұруды ұжым болып бірге ұйғарғанбыз. Себебі еңбек төрелігіне энергетика министрлігінен уәкіл қатыстырылып, ішкі нарықта қандай мөлшерде мұнай тапсырып отырғанымыз туралы мәлімет алу үшін министрліктің берген мәліметіне сүйенсек, біздің компания еншілес СВ Арман деген компанияның ішкі нарыққа беретін үлесін 2017 жылдан бастап біздің компанияның мойнына артып тастағаны белгілі болды. Компания басшылары біздің маңдай термен тапқан мұнайымызды жұлып алып, басқа компанияның үлесіне бере отырып, айлығыңызды 100 мың теңгеге көтеруге компанияның жағдайы жетпейді деуі ешқандай қисынға келмейді. Талап біреу, айлық жалақымызды 100 мың теңгеге көтеру. Егер талабымыз орындалмаса, Қазақстан Республикасы еңбек кодексінің көрсетілген заң аясындағы тәртіппен нормаларын сақтай отырып, ереуілімізді жалғастыруымызға мәжбүрміз.